Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай 2 жұмыртқадан дайындалатын тәтті қытырлақ жасайтын боламыз. Каналға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеле кетіңіз. Және подписация бөліміндегі қоңыраушаны басып қойыңыз. Менің каналымнан аптасына 3 мәрте түрлі рецептерді көре алатын боласыздар. Алдымен шұңғыл ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып салатын боламыз. Және ол жұмыртқаларымызды жақсылап бір-біріне араластырып қозғайтын боламыз. Енді үстіне шым-шым тұзымызды салып, және оның үстіне жарты ас қасық содамызға азырақ уксус араластырып, осылай жұмыртқамызға салып, жұмыртқамызды да жақсылап араластыратын боламыз. Сонда біздің қытырлақтарымыз жақсы көпсейтін болады. Енді алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, бір тегіс етіп жақсылап араластырамыз. Осы кезде мен бояғыш қостым. Егер қоспай жасасаңыздар да болады. Мен енді осындай бояғыштың қызыл түсін қосып жасадым. Қоспай жасасаңыздар да болады. Және оның бояғышты құйғаннан кейін жақсылап араластырып, қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қатты жұмсақ емес, орташа болып, осындай қызыл түске енетін қамыр болып шығады. Міне біздің қамырымыз да дайын. Жақсылап салмақпен илеп басын біріктіріп, 20 минутқа тындырып қойатын боламыз. Енді қамырымызды жаямыз. Қатты жұқа емес, қалың емес, орташа көлемде дөңгелек етіп, ұн себе отырып жайып шығамыз. Міне қамырымызды да жайып болдық. Енді оны осылай ортасынан бөліп, 4 бұрышты етіп, барлығын турап шығатын боламыз. Осы кезде, турап жатқан кезде, отымызға алдын ала майымызды құйып, қыздырып қоятын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай 4 бұрышты етіп кесеміз. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша әртүрлі формада кессеңіздер де болады. Мен енді осылай 4 бұрышты етіп кесіп шықтым. Барлық қамырларымызды осылай 4 бұрышты етіп, майымыз қызғанша кесіп алатын боламыз.
Міне енді қызып тұрған майымызға аз мөлшерде салып пісіріп алатын боламыз. Майымызды қатты қыздырмаймыз, орташа қыздырып, осылай көріп тұрғандарыңыздай қытырлақтарымызды астын үстіне қарай ауната отырып майымызға пісіріп аламыз. Өте әдемі болып, көпсі пісіп шығады. Осылай барлық қамырларымызды майға пісіріп алатын боламыз. Міне сонымен біздің қытырлақтарымыз дайын болды. Осылай қытырлағымыз суымай тұрған кезде, ыстық күйінде осындай 3 желания сгущенкасын үстіне құйып араластыратын боламыз. Енді оны осындай ыдысымызға саламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Түсі де өте әдемі, дастарханға қойғанға да әдемі көрінеді. Үйде шай ішкенге жасап көрсеңіздер болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де осы каналдан түрлі рецепттерді көре алатын боласыздар. Комментарий бөліміне өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Бізге ас болсын. Сау болыңыздар.